Баршаңызға сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздермен осындай өте дәмді болып шығатын және де өте қарапайым панкейктің рецептісімен бөлісемін. Менімен бірге болып каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға ерітілген сары майымызды қосып, оның үстіне жұмыртқаны қосып, оның үстіне тағы да қантымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Осы араласқан массамыздың үстіне жылы сүтімізді құямыз. Сүттің пайызы маңызды емес, тағы да жақсылап араластырамыз. Ендігі кезекте сухой ингредиенттерді қосамыз. Бұл жерде разрыхлитель мен ұн. Ұнымызды жақсылап араластырамыз. Қамырымыз дайын, оны 5-10 минуттай демалдырып қоямыз. Ендігі кезекте қызып тұрған табамызға майсыз панкейкімізді құйып, екі жағынан пісіріп аламыз. Осылай бетінде пузырки пайда болғанда дайын деген сөз. Өте оңай және де өте дәмді болып шығатын панкейкіміздің рецептісі дайын болды. Барлықтарыңызға ас болсын. Келесіде қандай видеоның рецептісін шығарайын, оны комментарияға жазып кетіңіздер.